Баршаңызға сәлем достар, мен есімім Жалғас. Мен Қазақстаннан, оның ішінде Батыс Қазақстаннан, яғни Орал қаласынан боламын. Мен автостоп арқылы ел жер көруді арман етіп, саяхаттап, және де сол саяхатымды ең алғаш болып автостоп арқылы Түркиядан саяхаттауды бастадым. Түркияның Стамбул қаласына Алматыдан ұшақпен ұшып келдім, және де осы Стамбулда бір апта 10 күндей қыдырып, Стамбулдың ғажап сәттерімен және де Стамбулда түсірілген көптеген түрік сериалдарының түсірілім алаңдарын көріп, содан кейін Түркияның өзімнің жоспарым бойынша шамамен 20 қаласын аралап көруді арман етіп отырмын, мақсат қойып, соны бұйырса бастайтын боламын. Әзірге Стамбулдамыз. Ұшаққа билет алып, заттарды жинап, қол алып жүргенде Алматының аэропортынан, әуежайынан және де Стамбулға ұшып келген сәтте де ешқандай біреуінде видеоға түсіре алмаппын. Қуанышпен толқып жүргенде ұмытып кеттім ау деймін. Және де Стамбулға келгеннен кейін мен хостелға орналастым. Хостел өте керемет жерде орналасқан. Сұлтан Ахмет, Айя София мешіттері қала орталығының маңында. Және де бүгін мен қасымда сол хостелда танысқан Пакистандық, яғни қазіргі таңда Сауд Арабиясында тұрып жатқан көршілесімді екеуміз бүгін сол қаланың көріністерін қарап жүрміз. Қазірше Галата мұнарасына, содан кейін Таксимге баратын боламыз. Заттарды тез жинап, асықтым әуежайға. Белгісіз тұрағым керексім екен жайым. Жаңа ел, жаңа өмір басталсын саяхат. Белгілі бір нәрсе жанымда тек құттайым. Араға жыл салып тағы да автостоп. Ыдыс аяқ ұйқы қап және де ұзақ жол. Шатырды да алып бәріміз бас қосты. Қызығы көп ізденіс берері де мол. Уайымдап отыр мені алыста жаня. Көктем жаз келіп ысыды дүния. Уайымдама әке ана менде жақсы бәрі. Сәлеммен ұлдарың және де Түркия. Саған да жолдаймын қол бұлғап алыстан. Дос жарам туыстар көршіміз танысқа. Тәуелсіз кең байтақ елім бар жүректе. Сәлемім өзіңе жасай бер Қазақстан. Қазақстан. Айтып жеткізерлік емес, келіп көру керек екен. Түркияда қазір қызғалдақтар уақыты басталды. Барлық сәуір айы бойынша түрлі жерлерге қызғалдақтар егіп, қызғалдақтар отырғызатын болады. Қазір сол мерекеге, сол уақытқа тұспа-тұс келдім. Өте керемет. Мына жақта көпірден өтіп келіп Галата мұнарасына жақындаған жерде осындай кереметтей донер сататын жері бар екен. Донердің қарасаңыздар, маңдағы донер мен айран барлығы 200 лира, яғни 2000 теңге жобасында. Қазіргі 2026 жылғы сәуірдің курс бағасы бойынша 2000 теңгеге шығып тұр. Өте керемет. Бұдан да арзан жерлер бар, бірақ бұл туристік орындар болғандықтан кішкене осындай бағада шығып тұр. Бұлай жүре берсең туристік емес жерлерден 1500 теңгеге де тауға болады донер мен айранды. Енді бірінші жеп көрейін деп тұрмын, көреміз дәмін. Достарым, дәм өте керемет. Келген кезде осындай жеп көріңіз, міндетті түрде.
адамға донордың дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, кәдімгідей уже соңына жақындап қалдым. Мына жерде осындай өздерінің халапеньо тұрады. Жегің келсе қосып жейсің, жегің келмесе осылай да жейсің. Айранмен әдемі кетіп жатыр. Стамбулға келіп жатсаңыздар, Галатаға жақын жерде осындай жерде орналасқан керемет донор сататын жер. Бағасы 150, донордың өзі айранмен 250. Ой, 200 лира. Өте керемет. Мына жерде Галатаны камераға сыйғызу үшін 05-пен алуға тура келді. Evet dedi mi duymadım. Dedi mi? Dedi mi? Жаңа жерден донор жеп алып, ары қарай көтеріліп кетсек, мынандай жолда керемет тәтті сатып тұр екен. Пакистандық көршім досым да қоясын. Кел жеп алайық деп сол алып беріп. Білмеймін, угощать етіп жатыр десек. Сол пакистандық бөлмелесім алып берген тәттіден жеп жатыр енді. Керемет деген аға үлкен кісі сатып тұр. Енді дәмі деген өте керемет. Айтып жеткізу мүмкін емес. Дәмі күшті. Келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осындай түріктің өздерінің тәттілерін, бақылауларын дәмін татып көріңіздер. Әзірге күн керемет өтуде. Қайда етіп қал? Мен көршім қайда? Көршім жоғалды ол мәні қадыр. Мақта. Дәмі күшті. Мына тәттіні әлі жек бәдім. Галатадан асып Таксимға келдік. Атақты Таксим районы, Таксим көшесіндемін. Видеоларда көріп жүрген метро бар емес, метро деп трамвай. Сол өтетін жердеміз. Мынаны бірақ әлі жек бәдім, тойды жүреді. Әлде донорден кейін жегесін бе, әйтеуір. Кәм. Мына жақтың тәттілері де, тамақтарды әзірге ұнаватыр. Бұйырса YouTube'қа тіркеліп, YouTube'қа лайк басып, комментарий жазып каналға. Сол жақтан қарап отырыңыздар. Әзірге тек Стамбулдың видеолары, содан кейін бұйырса автостоптан видео салатын боламын. Автостоп мен бұйырса 10 сәуір немесе 11 сәуір бастаймын. Оған дейін Стамбулдың видеоларын осылай бір бөлік қылып шығаратын боламын. Өте керемет Стамбул ұнаватыр. 2015 жылдан бері түрік сериалдарын көріп армандаған ел, армандаған қала. Мінекей қазір Стамбулдамыз. Артында қараңдар, мылтықпен тұра береді ол кәдімгідей полицейскілері. Бізде ондай жоқ қой, бізде жиі кездеседі, тіпті сирек десе де болады. Мына жақта кәдімгідей көшеде бірақ туристік орындар болғандықтан солай деп ойлаймын. Керемет. Таксим көшелерімен жүріп келесеңіздер, барлық брендтар, магазиндер осы жерде орналасқан. Депато, Фло, барлығы Адидас та бар, барлығы да осы жақтарда орналасқан, осы жерлерде. Айтпақшы, мына жақтың әйел полицейский қыздарға, әйелдерге формада, қаруда өте күшті жарасады екен. Білмеймін, Қазақстаннан көрмегендіктен ба. Таксим алаңына жеттім. Истиклал көшесімен тура жүріп келіп, артында Галатасарайдың Галатасарай. Мен Барселона, Галатасарай және де өзіміздің Оралдық
жайыққа жанкүйермін. Галатасарай түрк елінің командасының Галатасарайға қатты жанкүйермін. Бірден көріп қуанып қалып отырмын. Мінекей мына Таксим мешіті, осы Таксим ауданындағы. Маған осы Түркияда қатты ұнайтын нәрсе, қатты біздің елге де жасағымыз келетін, бірақ біз де жасасақ айыппұл төлейтін нәрсенің бірі, әр көшесінде, әр алаңында өздерінің тулары, жалаулары ілініп тұратын өте қатты бұрыннан ұнайтын, сериалдар арқылы да, жалпы Түркияның видеоларын көргеннен де айтпақшы. Бағана Галата алаңына, Галата мұнарасына қарай, Таксимге қарай осы Истиклалға кіргенде күн жанып тұрған болатын, күн ыстық болып. Қазір күн бұлтты, меніңше жаңбыр жауатын секілді. Қараңыздар. Осы трамвай. Осыдан кейін кешкі көрініспен Ортакөй мешіті жағына баратын шығармын. Теңіздің жағында, Босфордың жанында орналасқан мешіт. Соған қарай барып көруге тырысам. Түркияда айтпаймын екен, мешіт сала бергенше мектеп, аурухана салмай ма деп. Біздің елде де көп кездесетін жағдайлардың бірі, жаңадан мешіт ашылып, жаңадан мешіт салынса, астына пікір жазып кететін қазақтар. О, мінекей, бос кезінде трамвай түсіп қалды. Но мінекей Таксим алаңы. Жалаулардың кәдімгідей көздің жауын алып тұрғанына жалаулар. Жаңа айтқанымдай жаңбыр басталып отыр, жаңбыр жауып басталып отыр. Үстіме бейсболкамды киіп алдым. Енді мынандай жолмен төменірек Босфордың жағасына қарай барып, одан кейін Ортакөй мешітіне қарай барамыз. Ағылшынша үйреніңіздер, достар, ағылшын біліңіздер. Yes. Электрик. Ағылшын үйреніңіздер, ағылшын біліңіздер. Мына жақта шетелде ағылшын тілі өте керек. Мен мектеп кездегі базымен кішкентай ғана білем. Соның кезінде оқымағанымның, кезінде үйренбегенімнің кесірі, өкініші қазір тиіп жатыр. Өйткені таңертеңнен бері демек қояйын, түскі уақыттан бері пакистандық көршілесім, бөлмелесіммен бірге жүрмін. Кей сөзін түсінсем, кей сөзін түсінбей, бірімізді ыммен жыммен әйтеуір бірдеңе етіп түсінісіп жатыр. Барынша енді сол арқылы енді үйренісіп жатырық. Мына жақпен сөйлесем, мынандай жол. Алматының жолдары, Стамбулдың, Түркияның жолдарында Алматының жолдары ойыншық ойнақ болады. Бірақ көріністер, бейнелер өте керемет. Қаланың іші, сәулет өнері барлығы да өте керемет. Астананың бәйтерегі, Алматының көктөбесі секілді. Галата башнясы Стамбулда қай жағынан қарасаң да көріне береді. Не деген керемет көрініс. Мынандай көшелермен, мынандай үйлердің ортасымен түсіп, мына жақта Босфор жағасына қарай түсіп келеміз. Осы Босфорды жағалап, Ортакөй мешітіне қарай бағыт алатын болған. Әрине қасымда көршіммен Босфор бұғазын көретін осындай жер бар екен. Мүмкін порт болуы да мүмкін. Мен әлі Стамбулға келгеніме 4-ші күн болса да, ешқандай сим карта алып, ешқандай есем қоспадым. Иә, порт екен бұл жер. Сондықтан тек қана керемет сәттерді, әдемі бейнелерді тек қана бейнеге таспалап отырмын. Үйге барған уақытта ғана хостелдің Wi-Fi-мен интернетке шығып жүрмін. Әзірге бәрі жақсы. Паром яхтылардың станциясы Кабаташ. Өте керемет. Мына жақта Үскідар районы, ауданы, Қыз мұнарасы, Қыз көлесі.
Ortaköy meşine жетtim. Ortaköy айналам әлі жарық сияқты көрініп тұр ма? Бұның барлығы жарықтардың әсерінен, бірақ кеш батып кеткен көріністемін негізінде. Әлі андай жарық сияқты көрініп тұр. Қараңыздаршы, неткен керемет көріністер. Өте әдемі. Тіпті намаздың уақыты кіріп жатыр. Ана жағында тұрам. Мына яқтың артында. You will take my photo, yeah? I will take you, no problem. If you want to make video, make it. Ortaköy мешітінің артқы жағы көрінісі мынандай. Артқы көрінісі мысалғы артқы көрінісі болу керек. Мінекей. Міне көрініс деймін да. Барлық түрк сериалдарындағы махаббат символына арналған Босфор көпірі соңғы уақытта махаббат емес, қасірет символы деп аталып кеткен. Өзіндік себептері бар бұл жерінде. Жарықтар қосылған кешкі Истиклал. Галатасарай футбол клубының жанкүйерлері Галатасарай дүкені. Сол Истиклалдың көшелерімен жүріп келе жатырмын. Кімге мынандай керек десек? Поло. Мінекей, Поло дүкенінің түпнұсқа магазині, түпнұсқа дүкені. Ең көршім қасымдағы. Шаршатты мені десең. Қыз сияқты. Ана аңырик, мына аңырик деп кіре береді. Киім не дегендер. Мына жүр мінекей. Ичем бар мына жерде. Мына жағында Редкудан Лорис бар, парфюм. Лофт бар, да, оригинал. Катон бар, Адидас бар. Тағы не бар? Барлығы да осы жерде бағалары жақсы. Жаңа 100 көпова керек. О, міне. Оп. Міне. Өтті міне трамвай. Ойламаған жерден. Әдемі прям. Күшті. Айтпақшы бұл жақта мен әйгеріммін, мен айбекпін емес, кәдімгідей Макдональдс. Біздегідей емес. Левис бар, Гап бар. Мен осы өзімді көрсетім десең. Тудорс бар, Сефора бар. Толып тұр мына жақта кәдімгі қай жағына қарасаң да. Мінекей, Найк бар, оригинал. Барлығы да оригинал дүкендер. Күндіз Адидасқа кірдік. Мына қасымдағы көршім жалықпайды, шаршамайды. Қызақай деймін бе. Қарай беріп.
әркімде әртүрлі мақсатты саяхат. Бұл киім алып, сөйтіп саяхаттап жүр. Мен болсам қызықты сәттер жинап барынша сөйтіп саяхаттап жүрмін. Кешкі Истиклалмен, қазір кешкі бәлкім Галатаға соғып, сонымен үй жаққа барып демалып жатырмыз. Тәк алда Flow'ны көріп тұрмын. Skechers бар. Көп нәрсе бар енді. Қарамаңдар. Қарап, де-факто тұр алда. Артта катон қойып қойды бағана. Flow, де-факто. Шын бәрі бар маяқта. Мінекей осындай көңіл күйде Истиклал көшесін аяқтап Галатаның арасына қарай беттеп келем. Қайтадан Таксим ауданы, Таксим алаңынан кеттік. Истиклал көшесін бітірдік. Пакистандық көршім, бөлмелесім өзінің жолдасымен телефон арқылы сөйлесіп жатыр. Мен болсам сол баяғы айналама аң-таң жүріп келем. Оха! Күшті. Айтпақшы, мен пакистандық көршім мен атымды жалғас деп айта алмай. Мистер Джош деп жүр ғой. Негізі Жәке дейін үйреніп қалған, бәрі таныстардың бәрі Жәке дейді. Бірақ та мына жігіт Джош дейді. Мінекей Истиклалдан түсіп жатқан жолда мынандай жерде кереметтей қолдан өздері сығып жемістерден сол жасап береді. Шығын осындай алыватырмыз. Атым Джойс деген 70 лира тұрады. 700 теңге біреуі. Çok teşekkürler, sağ ol. Өте кереметтің дәмі деген көрдім, ішіп көрдік. Біраз жемістерді сығып қосып тұрайын. Yes. Деген дәмі деген айтып жеткізу мүмкін емес. Мынан былай алсам өзім сыймайым. Мынан алсам мен сыймайым. Мен алсам шығыным сыймайды. Кәтіргенде екеуміз. Өзімше YouTube блогтың форматына сай телефонымды осылай істеп қатырғанмын ғой. 16-да 9-бен. Бәріміз түріктің сериалында көріп қалған сары таксилер. Міндетті түрде дәмін көріңіздер келген уақытта. Өте керемет шығын. Галата мұнарасы, кешкі бейнесі. Барынша әдемі болып тұрмдар. Достар, күндіз келіп жеп кеткен донерге қайтып келдік. Ұнақ болған сондай қайтып көріп қайттан жеп өтіп. Бұл жол мен айран емес, кола алдым. Және де сол бағанағы донердан алдым. Бүгінге кешкі ас осымен асқазанды қорытындылап, үйге барып ұйықтайтын боламыз. Ертеңгі күнге дайындаламын.